Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Beeline телефоны. Оның моделі A221 айтылып жататын Beeline Smart 8 деп айтып жатады. Келген мәселесі телефон Google аккаунт болғатынан құлтанып қалған, және мына жерде дәл деген батырма біздің келесі бетке ешбір мүмкіндіксіз өткізбейді. Егер сіздер телефонға жазған Google аккаунт пен оның паролін қандай да бір себептермен ұмытып қалған болсаңыздар, өздеріңіздің онда сіздер үй жағдайында онда бұл бұғатты өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын осы видеодан көретін боласыздар. Ол үшін сіздерге кішкене дайындық керек болады. Біріншіден телефон Wi-Fi желісіне міндетті түрде қосылған болуы керек. Одан кейін біз осы подтвержден деген аккаунт деген бөлікте мінекей телефон или адрес дегенге басасыздар да, және ол жерден клавиатураны шығарасыздар. Және ол жерден А деген әріп бар, яғни собачка деп айтып жатады орысша, осыған басып тұрасыздар, және настройкаға кіресіздер. Ол жерде настройка клавиатура Android деген таңдайсыздар. Және исправление текста деген болады. Осыған басамыз. Пользовательский словарь. Және для всех языков немесе жерде Россия, русский деген таңдасаңыздар да болады. Кейін для всех языков, одан кейін жоғары оң жақтан мынандай плюстің белгісі болады. Осыған басамыз, және введите слово деген жерге олай басамыз. Үстінен бүйтіп таңдап тұрамыз да. Жоғары оң жақтан мінекей жерден 3 нүкте шығады. Осыған басамыз, және отправить деген таңдайсыздар. Және бұл жерден Gmail'ды басып тұрып, ұстап тұрасыздар. Яғни үстіне басып жібермейсіздер, басып ұстап тұрасыздар. Одан кейін төменге кішкене түсеміз де. Бұл жерден уведомление деген таңдайсыздар. Настройки приложения. Жоғары оң жақта 3 нүкте. Управление аккаунтами. Және бұл жерде будет открыт приложение настройки дейді. Яғни бұл жерде продолжить. Және біз телефонның настройкасына осылайша кіріп кетеміз. Енді біз телефон настройкасының ішінен бізге керек болатын, егер сіздерде біздің енді видеоларымызды көріп жүргеннен көбінше мастерлер көреді, телефон мастерлер көруі мүмкін, немесе көрермендер, тұрақты көрермендер осылай телефондарда бұғаттардан ашуға қызығатын адамдар болса, онда сіздерде егер микро SD флешка болса, флешкаларыңызды сіздер телефонға салып қойсаңыздар, сол флеш картадан Google аккаунт бұғатынан шығаратын файлдарды жүктеп алсаңыздар болады. А егер сіздерде флешка жоқ, және сіз бірінші рет ашып отырсыз бұндай бұғаттарда, онда видеоны, онда сіздер приложение дегенге кіресіздер. А егер сіздерде флешкада бар болса, сол екі файл, енді керек файлдар Google аккаунт бұғатынан шығаратын, онда сіздер хранилище дегенге кіресіздер. Төменге түсіп, ол жерден открыть деген таңдайсыздар. Және мына жерде файл деген, яғни внутренний память деген ашылады. Және осы жерде сізде флешка бар болса, флешкада тауып алып, сол флешканың ішіндегі файлдарды орнатасыздар. Енді флешка жоқ болса, сіздер приложение дегенге кіресіздер. Приложенияның ішіне сіздер приложение Google дегенді іздеп тауып аласыздар. Мінекей ол бізде. Приложение Google'a кіреміз. Ол жерден тағы да уведомление. Настройка в приложение дегенге кіреміз. Және показывать подсказка деген болады. Өшіп тұрады. Кешіресіздер, клиенттер келіп шалғытып қалып еді. Қай жерде жауап біз тоқтадық. Яғни Google'дың Google Now приложениясының настройкасына кірдік, және бұл жерден показывать подсказка деген тұрады. Осыны сіздер қосасыздар былай. Және бұл жерден нет деген таңдайсыздар. Егер сіздерден ол телефондағы флешкада жоқ болса, Google Now-ға скажите OK Google деген жерге сіздер ағылшын тілімен Chrome деп жазасыздар. CH неке Chrome деген шыға қойды, қараңыздар. CH десек дереу шыға қойды. Chromeға басамыз. Кешіресіздер, қоңырау шалып қалып еді. Яғни Google Chrome'a кіресіздер, ол сіздерден добро пожаловать былай сұрап тұрады. Мына жерде продолжить, пропустить, войди в Google Chrome деген жерден пропустить деген таңдайсыздар. Клиентті шалғытып қалды, кешіріп сұраймыз. Яғни Google Chrome'a кірдік. Енді мына жерге біз жазамыз ағылшынша Adrom, яғни Adrom bypass деген шыға қойды. Adrom bypass деген таңдаймыз. Және бірінші bypass Google аккаунт 2019 Adrom деген таңдаймыз. Үстіне басамыз. Енді бұл жерде бізге керек болатын екі файл. Android 6 Gamma APK. Жалғыз басақ екеу. Клиенттер шалғытып қалып отыр енді. Для скачивания деген жерде разрешить дегенді басамыз. Яғни екі файл немесе 3 файл керек болуы мүмкін. Мына жерде разрешить жарайды. Мына жерде X-ті басамыз.
Окей. Енді FRP bypass APK деген таңдаймыз. Окей. Енді жоғары оң жақта 3 нүктені басып көреміз мына жерде. Скачанный файл жоқ болса, ондан открыть дегенді дереу баса қоямыз. Енді Android 6 гам APK-ның үстіне басасыздар. Настройки. Және неизвестный источник деген ең төменде тұр екен мінекей. Окей, бұл жерде. Артқа қайтамыз. Android 6 гам APK установить. Яғни үшінші файл деп атқанымыз қазір мәлім болады, ол керек, не керек емес екендігі. Принять бұл жерде. Қазірше осы екі файлды орнатып көреміз. Жұмыс барысы қалай болады. Бұл жерде готово деген таңдаймыз. Енді келесі FRP bypass APK-ны орнатамыз. Установить. Бұл жерде открыть деген таңдаймыз қазір. Открыть. Яғни жерде 3 нүкте жоқ екен. Онда мына кнопкаларды басып көреміз қазір. Яғни бізге 3-ші файл керек емес. 3-ші файлды айтып отқан себебіміз, вход в браузер деген бөлікке біз кіре алмайтын болсақ, 3-ші файл керек еді. Яғни ол мену баттын деп айтылып жатады. Жарайды, ол бізге қажет емес. Яғни мына 4 бұрышқа басамыз, сонда вход в браузер деген шығады. Осыған басамыз біз. Бұл жерде окей. Енді интернет істеуіне қарай енді бұл загрузка болуы. Енді мына жерге біз өзіміз логин мен паролін білетін Google аккаунтты жазамыз. Ол телефондағы ескі аккаунт емес, жаңадан ашылған өзіңіздің қолданып жүрген кәдімгі Gmail. Келіңіздер біз өзіміздікін жазайық. Мінекей жазылды. Енді далее деген таңдаймыз. Енді мына жерге парольдарыңызды енгізесіздер. Мен өзім паролімді сіздерге көрсете алмаймын. Мінекей пароль жазылған соң, енді сіздер войти дегенді басасыздар. Яғни жаңа войти дегенді басқан соң, осы жерде выход деп тұрады, яғни проверка выход деп тұрады. Сол кезде выход система деп тұрады. Енді қазір бізді клиентке қойған соң өшірдік. Ол сізді қайтадан загрузкаға лақтырады. Енді осы тұрған күйінде телефонды бір рет өшіріп қосасыздар сіздер. Перезагрузка. Окей. Қазір телефон қосылған соң жалғастырсақ, сіздердің уақыттарыңызды кішкене үнемдеу үшін. Сіздер қосылғанға дейін күтесіздер. Мінекей Beeline қосылады екен, бір заставкасын көрсетіп кетейік дегенбіз. Бір қызық телефон енді. Мінекей телефон қосылды, енді далее бастапқы баптаудың барлығын қайтадан өтіп шығамыз. Мына жерде далее. Интернет қазір, интернетке қосылсын. Қосылған соң өзі автомат түрде кетті, көрдіңіздер. Аккаунт добавленді, ол бізде шығуы керек. Қазір аккаунт добавлен деген бөлік шыққанға дейін кішкене тоқтатсақ. Мінекей аккаунт добавлен деген шықты, далее деген басасыздар бұл жерде. Енді Android 6-да осылай кішкене загрузка болулары ұзақ уақыт болады. Енді амал жоқ, күтеміз енді. Қазір келесі бөлік шыққанға дейін тағы тоқтатамыз. Мінекей мына жерде келесі бөлік тағы шықты. Мына жерде не сейчас деген таңдаймыз. Не сейчас деген таңдайсыздар. Бұл жерде далее та защита устройства алып тастаймыз, пропустит. Окей. Және мына жерде не восстанавливать, егер осылай шықса. Және окей. Beeline 221 деген телефонда Google аккаунт болғаннан біз толықтай шығардық. Енді біз телефон настройкасына кіреміз. О телефоне көріп жүрсек, телефон жайлы. Имя устройства Beeline Smart 8, модель 221, Android версиясы 6. Уровень обновлен для системы безопасности 1 июль 2016 екен. Артқа қайтамыз бұл жерден. Енді телефонның настройкасының ішінде восстановление сброс дегенге кіресіздер. Басылып кетті. Енді сброс настройкты ең төменіне басамыз. Сбросить настройка телефона, стереть все. Және телефон бір рет өшіріп қосылады. Яғни
ұзақ уақыт өшіп және қосылады, бұл өшіріліп қосылады өзі. Және келесіде қосылған кезде ол бастапқы батудың бәрін қайтадан өтіп шығасыздар, яғни тілді таңдайтын бөліктен бастап қосылады. Ол кезде интернетке қосудың қажеті жоқ. Далее пропустить қылып өткізіп шығасыздар. Және телефон магазиннен қалай сіз жаңа күйінде сатып аласыз, дәл сол күйінде қосылады. Егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алдағы уақытта бізді көптеген қызықты видео сабақтар күтуде. Каналымыздан ажырамаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.